өтеміз. Ал әңгіме қалай іске сәлеметсіздер оқушылар. Біз қазір Арал теңізі туралы сабақ өтетін боламыз. Арал теңізі туралы сабақ өтпес бұрын біз Арал теңізі туралы қандай мәлімет білеміз? Осы күнге шейін оқығанымызды айта отырыңыз. Арал теңізі Қазақстан және Өзбекстан шекарасында орналасқан. Рахмет. Теңізінің жағдайы 1960 жылдан бері төмендеп кетті. 20-шы ғасырларда Арал теңізі өте танымал теңіздердің бірі болған. Сонымен қатар Арал теңізде Әмудария және Сырдария өзендері құяды. Иә, жақсы. Керемет. Тағы айта қойыңыз. Теңіздің ауданы 68.000 километр квадрат. 1960 жылдан бастап оның суы азайып келеді. Азайып кетті. Иә. Яғни біз Арал теңізінің құрдымға кетуі туралы сабақ өтетін боламыз. Алдымен Арал теңізі туралы біз мәлімет алып алдық. Қысқаша келесі кетуі емес, құрдымға кетпейді. Иә, құрдымға кетіп жатыр қазіргі уақытта. Өйткені Арал теңізі тартылып жатыр, иә. Ал енді біз кітаптағы тапсырма бойынша мына жерде аудио тыңдайтын боламыз. Яғни кітаптарыңыздағы аудионы QR код арқылы өздеріңіз де ашып алдарыңызға тыңдасаңыздар болады. Мен перне тақта арқылы қосамын. Ойындар үйіне теңіз жайында әңгіме жеткен қандай ғанибет? Мейлі, өзің сөйле. Мейлі өзге сөйлетіп қойып, жұртты тыңда. Өзің сөйлесем десең, бәрібір бір құлағыңды көптің әңгімесінен тығып қоясың да, ойыңды ортаға саласың. Өзіңнің айтатының да, өзгенің еститінің де баяғы бір ескі жыр. Биылғы балық талабы. Балық неге тереңге кетті? Тайызға қашан соғады? Күн қызарып бұлтқа батты. Бұны неге жоруға болады? Ертең аспан ашық бола ма? Жел бола ма? Жоқ па. Радио жиналған балықшылар бүтінде теңіз жайымыз, балық жайымыз, ауа райын әңгімелесіп, әр саққа жүгіртіп жатыр. Иә, бұл қыздар естеріңізде болса, әрине балықтарыңыздың естеріңізде болады деген үміттемін. Қан мен тер романы кімнің шығармасы? Иә, Нұрпейістің шығармасынан алынған үзінді, иә. Осы біз аудионы тыңдап алдық, ал келесі біздің орындайтын тапсырмамыз тыңдаған аудиомыздағы ілгерінді және кейінгі ықпалға мән бердік. Мән береміз, және де мәтінді қайта оқимыз кітаптарыңыздан, сосын мәтінді оқу барысында дауыс мәнеріне көңіл бөлеміз. Яғни, сіздің оқыған аудионыз қазір қандай ырақта айтылды? Мен оқыған аудиом қазір. Айтамыз, сөйлейміз, қане? Жай ғана әңгімемен, жоқ әлде бұйырып сөйлеумен, жоқ әлде бір кісімен әңгімелесумен қалай деп ойлайсыздар? Қане атсалсамыз? Арал теңізі баяндап. Иә, Арал теңізінің баяндауы, яғни бұл жерде ой-хой дүние деп айтып отыр, иә? Көтеріп көңіл күймен, иә? Жарайсыздар. Ал үшінші тапсырма мәтіннен балықшылардың сөйлеу этикеті мен көңіл күйін білдіретін сөздерді табайықшы. Дәптерімізге жазып алсақ та болады, ауызша айтсақ та болады. Қане? Кітаптар және мәтін қолдарында бар ма студенттер? Иә, мәтін қолдарында бар. Ал қане қыздар, кім сөйлемдердің ішінде мен айтқан тапсырманы орындады екен? Көрейік. Бірінші топ, кім белсенді? Екінші топ, үшінші топ. Қане қыздар айтайық? Айта қойыңыз. Жел бола ма, жоқ па деген бар. Ол сұрау болды. Дұрыс, өте дұрыс. Керемет, келесі айта қойыңыз. Бар сипаттап айтып тұр. Және мейлі өзің сөйле деп бұйырып сөйлеп тұрған жерлер де бар. Иә, керемет. Теңіз жайында әңгіме айтқан қандай ғанибет? Иә, бұл жерде қандай мағынада тұр? Қандай ғанибет деп көңіл күйді білдіріп тұр, иә? Рахмет, келесі. Өзің сақтай көрсін, бұл жер толқындарын көтеріп жатқан Құдай сақтасын деп тұр. Рахмет, келесі. Үшінші топ, қане белсенді көрсетейік. Ертең ашпан ашық бола ма деген қандай? Сұрау яғни табиғатты сұрап тұр. Иә, бұл жерде біз мәтінді жақсы игердік деп айта аламыз. Келесі тапсырмаға көшетін болсақ, біз бұл жерде енді топтың жаңағы біріктірілуімен орындалатын тапсырма, яғни сөздерді сәйкестендіру. Экранға назар аударамыз. Мына сөздер мен мына сөздер ауысып кеткен біздерге айта аламыз. біріншісі қатты соққан. Жарайсыз. Үлесті. Дұрыс. Келесі, үшінші топ. Түтігіп батып келе жатқан өте дұрыс. Жарайсыздар. өте терең түпсіз құрдым. Малтығып батып келе жатқан. Керемет. Яғни бұл жерден біз оқушылардың тексті мәтінді өте жақсы меңгергенін байқай аламыз. Енді жақсы, өте керемет белсенділіктеріңіз. Енді
яғни бұл жерде журналист пен сөйлеушінің, яғни сұхбаттасушы мен сұхбат берушінің арасындағы рөлді ойын. Мен журналист боламын, сіздерден сұхбат аламын. Оны қандай мақсатта? Оны постер қорғау тәсілі арқылы. Яғни сол тәсілді пайдалана отырып, мен сіздерге постер беремін, яғни қағаз беремін. Міне, алғаныңыз. Осы постер арқылы біз Арал теңізінің бүгінгі жай-күйі туралы қорғайтын боламыз. Экранға назар аударсақ, мынау 1984 жылғы Арал болса, мынау 2020 жылғы Аралдың сұлбасы. Яғни бейнесі. Бұл жерде Арал қандай жағдайға тап болып тұр, қандай біз көмектесе аламыз, соның барлығын постер арқылы қорғасақ. Ортақ топтық жұмыс. Қане? 2 минут беріледі. Шығармашылық жұмыс қыздар. Шығармашылық жұмыс. Өз ойларыңызбен бөліссеңіз. Сонымен одан қалыптастыруға болады. Креативтілікті іске асыруға болады алыстарымыз. Белсенділік танытайық. Как қандай түрлер іске асырады? Коллаборация да бар, бірігіп жұмыс жасау, креативтілік те бар. Ұйымшылдықпен, бірлікпен жасаймыз. Коммуникация да бар, қарым-қатынас жүрген, критическое мышление, средовое ойлау да бар. Жақсы. Екеуінде. Уақытқа да қараймыз. Әдеби тілдің нормасына сай сөйлеу мәдениетін қалыптастыру керек болады міндетті түрде. Жауап бермейсің. Барлық оқушылар бесіктінде болу керек апай. Тілді шұбарламайды. Ал оқушылар қай топ бірінші біткеннен кейін, жарайды, үшінші топ бірінші біткеннен кейін Арал теңізі 1984 жылы жағдайы Арал теңізі солтүстігінің оңтүстік болып, 2 су қоймасына бөлінген болатын. Арал теңізі Қазақстанның ұжы маржаны және де көңілді су айдыны болған. Теңіз суы 1960 жылдан бастап теңіз суы азайып келген. Ендігі келесі Арал теңізінің 2020 жылдардағы жай-күйі туралы мен мәлімет беремін. Арал теңізі 2020 жылдары толық құрғап жабылды. Бар жоғы ол 40 жылдың ішінде тартылды. Енді ең соңына келетін болсақ, осы Арал теңізінің жойылуына байланысты оны қайтадан орнына келтіремін деген бір пікірлер бар. Соның үшеуін айтып кетсем, яғни біріншісі Сібір өзендерін Қазақстанға бұру, екіншісі Әмудария мен Сырдария өзендерінің суын реттеу және жерасты суларын пайдалану ретінде осы Арал теңізін қалыптастыру. Жарайсыздар. Үшінші топтың қол шапалақ отырайық. Келесі бізде екінші топтың қыздарын білген. Қане? Ең алдымен біз Арал теңізінің ең маңызды проблемаларын айта кетсек. Одан кейін біздер проблемалардың ай және де шешу жолдарын күнде болған боламыз. Керемет. Проблемалар ең бірінші ол Арал теңізінің тартылуы, яғни судың тартылуы. Екінші балықтардың қырылуы, теңіздегі балықтардың қырылуы. Үшінші халыққа зиян келу, ол жерде Арал теңізінің кесірінен өлім-жітім және неше түрлі аурулар тарап кеткен болатын. Және де экология, табиғаттың бұзылуы. Бесінші жануарлардың қырылуы, ол жерде неше түрлі жануарлар, киіктер, су жұмыс істеген болатын. Яғни ол жануарлардың барлығы қазір сирек кездеседі. Алтыншы шөлді аймағы. Су жануарлары, кит, акуладар екен апай ол. Жақсы. Алтыншы бізде ол Арал теңізі дәл қазіргі сәтте шөлді аймаққа айналып кетті. Бұл жерде 2 миллионға жетті аймағы. Жетінші судың ластануы. Қазіргі таңда Арал теңізінің қайта келуіне жасалып жатырған шешу жолдары, ол конференциялар құрылды, Қытаймен дипломатиялық қатынастар жасалды, одан кейін су станциясын қайтадан құрып жатыр, және де 50% суды басқа өзге мемлекеттерден алынып жатыр. Сонымен қатар біздің беретін ұсынысымыз Арал теңізі қайта құрылу үшін ауыл шаруашылығындағы шаруашылықты қысқартса, одан кейін Сырдарияны қайта тазалап, сол ауыл жолдарына қайта өзгертсе дейміз. Сонымен қатар бөгелінген суларды қайта осы Арал теңізіне құйса деп ұсыныс жасаймыз. Өте керемет. Өте күшті бізге мәлімет алдық. Енді бірінші тобымызды Біз бірінші топ Арал теңізінің жалпы көлемін жазып, жай-күйін жазып, 1984 жылғы мен 2020 жылдығын салыстырмалы түрде. Арал теңізі Арал теңізі планетамыздағы ең үлкен теңіз болған болатын. Бұл уақытта теңіздің жағдайы өте жақсы болған. Және ол кезде 1989 жылы Арал теңізі екіге бөлінген, оңтүстік және солтүстік болып оқшауланған қоймаларды екіге бөлінген болған.
2020 жылғы Арал теңізін көріп тұрғандарыңызда, бұл жерде бұл Арал теңізінің тартылуы. Арал теңізінің тартылу себебін ең нақты белгілері бұл адамдарға байланысты және де басқа жерден келіп құйылатын жаман сулардың кесірінен осылайша Арал теңізі тартыла бастады. Және де бұл жерде Арал теңізінің қазіргі тартылу суы жері, яғни 22 метрлік бір суықтылықты көрсетеді. Көріп тұрғаныңыздай, бұл өте тартылып кеткен Арал теңізі 1960 жылдан бастап тартылу процесіне ұшырады. Бұл жағдайдың бәрі экологиялық жағдайдың кесірінен болған біздің осы Қазақстандағы үлкен проблема деп айтсақ та болады. Осы проблеманы келтіру үшін қолға алынған сұрайсыздар. Керемет. Енді үшінші топтың қыздары, бірінші топ, екінші бір-бірімізге баға берейікші. Бірінші қай топ шықты? Үшінші топ шыққан болады. Қане қалай баға береміз? Қол шықылықтау арқылы дейікші. Жарайсыздар. Екінші топқа бірінші топқа берсек, ара-бара бәсеңдеп жатқанын байқадым. Жарайсыздар, сіздерге рахмет. Енді бізде бағалау мониторингі, яғни бізде бас бармақ әдісімен бір-бірімізді бағалаймыз. Жалпы бүгін қандай мәлімет алдық? Қазақ тілі және әдебиетінен пәннен бөлек география пәнін байланыстыра отырып, өткен сабағымызға бағалау берейікші. Қане? Бұлай болса өте жақсы, мынау орташа, яғни жақсы деген, мынау өте төмен деген мағынаны береді. Қане? Біріміз бағалайық. Қалай болды? Өте жақсы. Ал енді осы сабағымызға үй тапсырмасын бере өтейін. Үй тапсырмасы Аралды қалпына келтірсем атты эссе жазып келеміз. Өз ойымызды тиянақтап, нақтылап, байланыстырып, түсін проблемалармен қосып жазамыз. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.